Қайырлы кеш қыздар. Бүгін кешкі асқа өзбекский плов жасаймыз сіздермен. Бізге қажетті заттар 2 штук сарымсақ, 7-8 штук сәбіз, 700-800 грамм сиыр еті немесе жылқы еті. Бұл жерде бізде кішкене шұжық бар. Қосам десеңіздер де болады, қалауларыңызша. Бұл жерде бізде қара бұрыш, зира, тұз қосамыз. Палауымыздың түсі әдемі болып шығу үшін бізге бірінші бастапқыда сарымсақты салуымыз қажет. Мінекей достар, сарымсағымыз қызарып келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осы қатты қызартпаймыз. Етімізді тұздалған ет болса, біздің палауымыздың дәмі өте дәмді болады. Сосын алып бірге қуырамыз. Енді сарымсағымыз кішкене қызарғанша етті бірге қосып қойыламыз. Қыздар мінекей, етіміз қып-қызыл әдемі болып қуырылып жатыр. Енді естеріңізге айта кетейін, қуырылып жатқан еттің үстінен міндетті түрде тұз қосыңыз. Тұз қоссаңыз еттің дәмі кіріп өте әдемі дәм береді. Қара бұрышымызды қосамыз. Қызыл бұрышты да қосуыңызға болады. Осының бәрін бірге алып қуырып аламыз. Оның үстінен сәбізімізді саламыз. Бірге барлығын араластырып, бірнеше уақыт бойы қуырамыз. Мінекей, біздің сәбізіміздің біріне қарасақ, уже дайындап қалды. Енді біз мөлшерлеп кетеміз. Мен лазер деген күрішті қолданамын. Палауға 3 кесе лазер күрішін қолданамын. Енді біз оған шамалап 1,5 кесе су құямыз. Мінекей, қыздар, біздің палауымыздың түсі осындай. Еті өте жұмсақ, қабырғамызда ешқандай әдемі. Күрішіміздің жуып дайын тұр. Саламыз. Мінекей, күрішімізді салып алдық қыздар. Суы көп болмау керек бізде күріштің. Күріштің бетінен сәл ғана асып тұрады мінекей. Осыны бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін жақсылап бұқтырамыз қыздар. Көрдіңіздер ме? Сорпасы күріштің бетінен сәл ғана асады. Қыздар мінекей, суы тартылғаннан кейін чесногымызды салып бұқтырамыз.